2020 жылдың 1 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттің бірлескен отырысында жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты халыққа кезекті жолдауын жариялады. Бағдарламалық құжатта негізінен еліміздің дағдарыстан кейінгі кезеңдегі дамуы, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешу жолдары көрсетілген. Мемлекет басшысының жолдауында берілген тапсырмалары алдыда жүйелі түрде орындалуда. 2020 жылы Қазығұрт ауданының маңызды әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері оң деңгейде болды. Экономиканың басты көрсеткіші жалпы өңірлік өнім өткен жылы 132 миллиард 86 миллион теңгені құрады. 2019 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда өсім 1% құрады. Қазығұрттағы өнеркәсіп өнімінің көлемі өткен жылы 9 миллиард 121,5 миллион теңгеге жетті. Бұл салада 2019 жылмен салыстырғанда 927 миллион теңге өсім бар. Ауданда өңдеу өнеркәсібі де дамып келеді. Былтыр қосымша Асыл Бастау KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құны 200 миллион теңгелік Aqua The Best атаулы ауызсу өндіру цехын іске қосты. Өндірісте 10 азамат жұмыспен қамтылып отыр. Өндірістік қуаттылығы жылына 2400 тонна су шығаруда. Қазығұрт ауданы экономикасының басым бағыты ауыл шаруашылық саласы. Бұл салада 46 миллиард 188,3 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Өсім 109,8% құрады. Егіс көлемі өткен жылы 4102 гектарға артты. Қазір аудандағы егістік жер аумағы 88,629 гектарға жетті. 2020 жылы арпа бидайдан 115,780 тонна астық жиналды. Түсімі әр гектарынан орта есеппен 24,5 центнерді құрады. Былтырғы жылмен салыстырғанда жоспар 10,270 тоннаға артық орындалды. Көкөніс, картоп, бақша дақылдарынан 20 тоннаға жуық өнім жиналды. Қарқынды баулардың көлемі 604,5 гектарға жетті. Жеміс-жидектен 19,6 тонна, жүзімнен 4,7 тонна өнім алынды. 500 гектарға жаңбырлы суғару жүйесі енгізілді. Жаңадан 8 гектарға жылыжай салынып, аудандағы кешендердің жалпы көлемі 164 гектарды құрады. Бүгінгі күнге жылыжайлардың 2 айналымынан жалпы 40,400 тонна өнім өндірілген. Өткен жылдың ерекшеліктеріне қарамастан біз аудан экономикасының көрсеткіштерінде жылдағы өсім байқалып отыр. Біз өткен 2020 жылды жақсы көрсеткіштермен аяқтап отырмыз. Әсіресе біз ауыл шаруашылығы саласын айтып өтуіміз керек. Осы ауыл шаруашылығы саласында өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім көлемі 46 миллиард 188 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 28,2 миллиард теңге мал шаруашылығының үлесі болса, 17,2 миллиард теңге егін шаруашылығының үлесі. Егін шаруашылығына келетін болса, өткен жылы 88 мың гектарға жуық егін егілді. Астықтан гектарынан орта есеппен 24,5 өнім алынып отыр. Қазығұрт тауының баурайында мал саны көбейді. Өткен жылы шетелдерден асыл тұқымды 552 мал әкелінді. 2020 жылы облыс көлемінде өткен алтын көз 2020 ауыл шаруашылығы мерекесінде Қазығұрт ауданы диқандар мен шаруалардың қажырлы еңбегінің арқасында астық өндіруші Озат аудан, ет өнімдерін қайта өңдеуден Озат аудан, агроөнеркәсіп кешенінің даму бағдарламасы көрсеткіштерін орындаудан Озат аудан номинациясы бойынша жүлделі бірінші орынға ие болды. Сондай-ақ облыс көлемінде Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Озат астық өндіруші номинациясы бойынша Қарқын 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Озат ет өндіруші номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Мал шаруашылығына келетін болсақ, жалпы ауданда өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім ет өнімдерінен 25 тоннаға жуық ет өндірілді. 50 тонна сүт өнімдері, 7 миллионнан астам жұмыртқа өндірілді. Жалпы ауданнан тартылған инвестиция көлемі 15 миллиард 329 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 10 миллиардтан астам қаражат бұл жеке инвестиция. Біздің аудан үшін өте жақсы көрсеткіш. Осының бәрі энергетикалық арқасында атқарылған жұмыстар. Қазығұрттықтар бюджеттік салықтық саясатты тиімді жүргізіп келеді. 2020 жылы аудан бюджетінің көлемі 26 миллиард 879 миллион теңгені құрады. Бюджеттің 81% немесе 21 миллиард 879 миллион теңгесі әлеуметтік салаға бөлінді. Жергілікті бюджетке түскен салықтар мен басқа төлемдер 2 миллиард 57 миллион теңгені құрады. Межеленген жоспар 11%-ға артығымен орындалды.
денсаулық саласы бойынша ауданда коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастарды емдеу үшін 20 инфекциялық төсек орын ұйымдастырылған. Бүгінгі таңға Қазығұрт ауданында бір зертхана жұмыс істейді. Аудандағы аурухана бойынша орталықтандырылған оттегіне қосылған 65 нүкте бар. Оттегі концентраторы 40 дана. Ауданның жеке кәсіпкерлері өз қаражатынан 10 оттегі концентраторын алып берді. Алғашқы келгенде ауырым, бір келгенде жатпай кеткенмін. Екінші ешкісі білместен скорыймен әкелді. Жұма күні кешке келдім. Ал бірінші Алланың арқасы, екінші айналайын осы доқырлардың арқасынан 2 адам болдым. 2020 жылы 4 мектеппен бір қосымша құрылыс нысандарын салуға 916 миллион теңге қаржы қаралды. Қазіргі таңда бір қосымша құрылыс пайдалануға берілді. Нәтижесінде 3 ауысымға өту қаупі бар мектептің мәселесі шешілді. Қашықтан оқыту форматында 1 және 11 сыныптар аралығында жалпы аз қамтамасыз етілген отбасындағы 3056 оқушының бүгінгі таңға 347 оқушы планшетпен, 384 оқушы компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді. 2813 оқушыға ноутбук берілді. Оқушылар үйде білім алуға мүмкіндік алып отыр. Үйде оқиды, денсаулық байланысты. Сол себепті өкіметке рахмет үлкен. Үйде оқылатын жағдайдың бәрін жасап қойған, компьютер берді, мұғалімдер берді, уақытылы мұғалімдер келіп сабақ өтіп жатыр. Мен ырзамын. Балапан телеарнасынан сабақ өтеміз көріп. Мұғалімдердің алғысым шексіз. 2020 жыл елімізде волонтерлар жылы деп бекітілген. Осыған байланысты аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты волонтерлар клубы құрылды. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер аудан көлемінде 40-ға жуық акция ұйымдастырды. Жалпы 1000-ға жуық волонтер індеттің алдын алу, таралуын болдырмау жұмыстарына атсалысты. Аудан тұрғындарына 16800 дана медициналық бетперде үлестірілді. Жағдайы төмен және көп балалы 245 отбасыға азық-түлік себептері таратылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2020 жыл ерлер жылы деп жарияланған болатын. Аудандық жастар ресурс орталығы жанынан ерікті болу ерлігі атты ерлер ұйымы құрылған болатын. Қазіргі таңда ерлердің құрамында 200-ге жуық ерікті жастарымыз тіркелген болатын. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында ерлер, яғни арнайы топ мүшелерімен жүріп, осы адамдар көп шоғырланатын орындар, орталық, базарлар, саябақтар сияқты жерлерде, яғни алдын алу шараларымен айналысты. Ауданда мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде шыққан жылы 3628 жаңа жұмыс орны ашылды. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 4,9% құрады. Нұр Отан партиясының бастамасымен бірген қоғамдық қор арқылы 1286 азаматқа 50 мың теңге мөлшерінде 64 миллион теңгеге көмек көрсетілді. 150 адам 611 миллион теңге шағын несие алса, 273 адам 152 миллион теңге қайтарымсыз грант берілді. Әлеуметтік төлемдерде уақытылы төленді. Аудан тұрғындарына, аудан көлемінде 240 отбасына 701 миллион теңге атаулы әлеуметтік көмек төленсе, осы отбасыларға 1 мен 6 жас аралығындағы балаларға 102 миллион теңгеге азық-түлік топтамасы берілді. 2020 жылы аудан көлемінде кәсіпкерлер есебінен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға 800 үй берілсе, коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 8 коммуналдық үй сатып алынып, үй кезегінде тұрған көп балалы отбасыларға берілді. Қазіргі заманның ағымына қарай бұндай үй салу біз үшін оңайға соқпайды. Яғни үлкен шексіз алғыс білдіремін. Алланың разылығына бөлене берсін, Құдай қаласа. 2009 жылдан бері очередьте тұрамын үйге. 15 жыл болды. Әр медициналық жүректі квартирада көші-қон жетіп аламын. Басшыларға рахмет. Бала-шағама үй құлып берді әйтеуір. Бала-шағамды жүріп өсіріп, өндіріп, бақытты болып өмір сүріп жүрейік. Мамыр айында жауын-шашын салдарынан бірнеше елді мекен аумағын су шайды. Осы жағдайға байланысты 100-ге жуық ауыл жастарымен бірге 40 мемлекеттік қызметкер көмекке жұмылдырылды. Сөйтіп зақым келген үйлер қалпына келтірілді. Бір отбасыға үй салу үшін демеушілер тарапынан қажетті құрылыс материалдарын алуға көмек берілді. 13 мамыр күні болған қатты нөсер жауын салдарынан
табиғи апаттың себебін біздің қора-жайларымыз, асханамыз, үйіміз барлығы жарамсыз болып қалған еді. Содан бері қарай осы Қазығұрт ауданының әкімдері барлығы келіп, қол көмектерін аяп жатқан жоқ. Бәріне рахмет. Сапалы ауызсу тіршілік нәрі бұл бағытта ауданда ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс атқарылды. Сапалы ауызсумен қамтамасыз ету мақсатында 2020 жылы 8 нысанның құрылысына 889,9 миллион теңге қарастырылды. Бөлінген қаржыға су құбыры мүлде жоқ 8 елді мекенге жаңа ауызсу құбырларының құрылыс жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде қамту деңгейі 92% құрады, немесе 59 елді мекен ауызсуға қол жеткізді. Құдықтан тасып жүрдік. Әйтеуір, мінекей таза су ішіп жатырмыз енді. Рахметіміз айтамыз басшыларға да, мына пейрет қылып істеп жатқан балдарға да бәріне. Үйге кіргізіп алдық, кір жуып жатырмыз, ваннаға түсіп жатырмыз, су ішіп жатырмыз. Қаламен бірдей болды, мінекей газ берді, су берді, қаламен бірдейміз. Қазығұрт ауданының тұрғындарын өркениет игіліктерімен қамту бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Оның ішінде тұрғындарға көгілдір отын жеткізу басты мақсат. 2020 жылы 2 табиғи газ нысанының құрылысын жүргізуге 388 миллион теңге бөлінді. Нысанның құрылыс жұмыстары 2021 жылы аяқталады деп күтілуде. Нәтижесінде 51 елді мекен 80% табиғи газбен қамту жоспарлануда. Бірнеше жылдан бері армандаған газымыз келді, суымыз келді. Қаладан кем жеріміз жоқ. Пешке от жақпаймыз, далаға шығып күл тасымаймыз. Бұның бәрі үшін мен бастықтарға, аудан басшыларына үлкен алғысымды білдіремін. Қазығұрт ауданының ішкі көшелерде асфальттанып жатыр. Бұрынғы тастақ топырақ жол көшелер бүгінде жаңаша кейіпке енді. 2020 жылы автомобиль жолдарын дамытуға бюджеттен 1 миллиард 834,5 миллион теңге бағытталды. 107,2 шақырым жолдың 70 шақырым ішкі көшелерде орта жөндеу және аудандық маңызы бар жолдардың және бір көпірге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қалған жұмыстар 2021 жылға өтпелі. Жыл қорытындысымен аудандағы елді мекен көшелерінің жақсы және қанағатты жағдайда үлесі 51%-ға дейін артты. Мынау мемлекеттің дамығаны осы көркіміз есігіміздің алдына дейін өмірде көрген асфальтты көріп, алдарымыз ойнап, мәшинеміз шауып, халқымыз қуанып жатыр. Міне газ осыдан бір 10 жыл кеген, Құдайға шүкір, бәрі елдің бәрі газданған. Міне суланған мемлекеттің арқасы, мемлекеттің дамыған арқасы. Мемлекеттің басқару жігіттер жасай берсін, мына халқын қана ойлай берсін, халықпен біргеміз бәріміз, халық қалай болса біз солаймыз. Рахмет мемлекетке. Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы аясында 60 миллион теңгеге орталық саябақ және 80 миллион теңгеге Дендрос саябаққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінде аудан тұрғындарымен келген қонақтарға барлық жағдай жасалған. Веложолақтар, демалыс орындары, концерттік сахна, су бұрғақтары, сонымен қатар ертегілердегі түрлі мүсіндермен қайта жабдықталды. Бұл үлкен саябақты соңғы жылдары ауданның экономикасы, әлеуметтік жағдайы көтерілгеннен кейін саябаққа да жақсы көңіл бөлініп жатыр. Міне қазір веложолдар салынып, жұрттар демалатын жолдар, осындағы түрлі ашық концерт залы барлығы да жөндеуден өткізілді. Сондықтан қазір енді ұялмай ауданымызға келген қонақтарға да көрсететін үлкен бір саябақ болып отыр. Сондықтан осы саябаққа келіп барлықтарын шақырамын. Әсіресе жаз кезінде демалуға болады осында бірге. Балдарды алып келіп ойнатуға болады. Өткен жылда Қазығұрт ауданында жүргізілген жұмыстардың бір парасы осындай. Атқарылған шаруа аз емес. Қазығұрт ауданында инфрақұрылым жүргізу, өркениет игіліктерін қолжетімді ету жайы басты назарда тұр. Қайырлы күн, құрметті Қазығұрт ауыл округінің тұрғындары, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар. Бүгін кезектесіп, біз осы күнге дейін барлық ауыл округ әкімдерінің есебін тыңдап біттік. Ендігі мінекей Қазығұрт ауыл округ әкімінің
өткен жыл атқарған жұмыс жөнінде есебін тыңдайтын боламыз. Одан кейін ауданда атқарылған жұмыстар бойынша қысқаша қандай жұмыстар атқарылатын жөнінде өзім баяндап берем. Одан кейін сұрақ жауаптарға көшеміз. Осындай регламентпенен бүгінгі кездесуімізді аяқтайтын боламыз. Олай болса, сөз кезегі Қазығұрт ауыл округі әкімі Садық Қайрат Базарбайұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Қазығұрт ауыл округінің тұрғындары, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Қазіргі елімізде карантиндік режимнің болуына байланысты өздеріңізбен тікелей эфирде онлайн форматта жүздесіп отырмыз. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға Қазығұрт ауыл округі бойынша 2020 жылы атқарылған жұмыстар бойынша қысқаша баяндайтын боламын. Қазығұрт ауыл округінің қазіргі таңда халқы 26.208 құрайды. Жанұя есебімен айтатын болсақ, 4142 отбасы тұрады. Ауыл округінің жер көлеміне тоқталып өтетін болсақ, жалпы жер көлемі 3770 гектар, оның ішінде егістік жері 1414, бау суғармалы жеріміз 158, жайылым 971, бау 108 және де өзге де жерлер 1277 гектар болып табылады. Ауылымыздың негізгі кіріс көздері бұл салық түсімдері болып табылады. Жалпы 2020 жылға мүлік салығы 740 мың теңгеге немесе 106,6%-ға, жер салығы 2.243 мың теңгеге немесе 112,1%-ға, жеке тұлғалардың көлік салығы 35.467 мың теңгеге немесе 129,8%-ға, табыс салығы 22.024 мың теңгеге немесе 104%-ға, заңды тұлғалардың көлік салығы 8.207 мың теңгеге немесе 107,3%-ға орындалды. Салықтық емес түсімдер бойынша тоқталып өтетін болсам, сыртқы көрнекі жарнаманы орналастырған үшін алынатын төлемақы 401,6 мың теңгеге немесе 114,4%-ға, ауыл округінің коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін түсімдер кірістер 158 мың теңгеге немесе 106,8%-ға, жеке тұлғалардың ерікті алымы 120 мың теңге, яғни толыққанды орындалған жағдайы бар. Жалпы Қазығұрт ауыл округі бойынша жыл көлемінде 2020 жылдың жыл қорытындысымен 65.407 мың теңгеге салық көздері түсіп, бұл 114,3%-ды құрап отыр. Сонымен қатар Қазығұрт ауыл округі бойынша жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы аясында ауыл округінде орналасқан 2 саябағымыз ағымдағы жөндеуден өткізіліп, бүгінгі таңда толыққанды пайдалануға берілді. Сондай-ақ 2020 жылы жергілікті және облыстық бюджет есебінен төмендегі жұмыстар атқарылды. Атап айтатын болсақ, Ащыбұлақ жалпы орта мектебінің қосымша ғимарат құрылысы, сондай-ақ Ащыбұлақ жалпы орта мектебінің негізгі алғашқы корпусы ағымдағы жөндеу жұмыстарынан өтті. Қазіргі таңда бұл 2 құрылыс жұмыстарды толығымен аяқталып, пайдалануға берілді. Және де Кезеңбұлақ елді мекенінің жоғары жағынан 200 орындық мектеп құрылысы басталған болатын. Бұл өтпелі нысан биылғы жылғы қыркүйек айына пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ Қазығұрт ауыл округі, Ынтымақ, Көктем көшелері, Саяжай мөлтек ауданының ауыз сумен қамтамасыз ету құрылыс жұмыстары да жүргізіліп, бүгінгі таңда толығымен пайдалануға берілді. Құрметті Қазығұрт ауыл округінің тұрғындары, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар, 2020 жылға кәсіпкерлік саласы бойынша 5 жоба ұсынылған болатын. Елімізде карантиндік режимнің болуына байланысты бұл нысандар 2020 жылы пайдалануға берілген жоқ. Биылғы 2021 жылға толыққанды пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ ауыл округімізде серпер тігін фабрикасы жұмыс жасайды. Бұның негізгі бағыты мектеп оқушыларына киім формасын тігу болып табылатын. Алайда 2020 жылы наурыз айынан бастап індеттің өршуіне байланысты, карантиндік режимнің енуіне байланысты бұл тігін фабрикасы тарапынан қорғаныш маскалар мен қорғаныш киімдер тігіліп, ауданды толығымен қамтамасыз етті. Сондай-ақ 2020 жылы ауыл округімізде 2 сауда желісі өз жұмысын бастады. Бұны айтып жатқандағы негізгі мақсатымыз, яғни осы 2 сауда желісінде де тұрақты түрде ауылымыздың 50 азаматы тұрақты түрде жұмыспен қамтылды. Сондай-ақ ауылымызда 15 жылыжай қазіргі таңда жұмыс атқарып келеді. Осы жылыжайдан 2-3 рет
қайта өнім алу бағытында 8,7 тонна қияр мен қызанақ алынып, тұтынушыларға, яғни аудан көлемінде және облыс көлемінде таратылып берілді кәсіпкерлер тарапынан. Сондай-ақ ауылымызда жас кәсіпкеріміз өзінің цехын ашқан жағдайы бар. Бұнда да тұрақты түрде 2 азамат жұмыспен қамтылды. Бұның цехтің негізгі бағыты газоблок өндірісін өндіру. Қазіргі таңда қуаттылығы күніне 60 дана газоблок өндіріп жатқан жағдайы болатын болса, жаз мезгілдерінде бұл қуаттылық өнімін 150 данаға дейін көтеруді жоспарлап отыр. Сондай-ақ ауыл округінде Білал Ата шаруа қожалығы, Мақсат агроферма шаруа қожалықтары ірі қара малды асылдандырып, осы ірі қара малдың сүт өнімдерін өңдеп, одан ірімшік, қаймақ шығарып, қазіргі таңда ауданымыздың дүкендеріне өткізуде. 2020 жылғы еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грант алушыларымыз 127 азаматты құрады. Бұлар мемлекеттен қайтарымсыз 555.600 теңге алып, жалпы мына төмендегі кәсіпкерлік бағыттағы жұмыстарын бастады. Атап айтатын болсақ, мал шаруашылығы етті бағыттағы ірі қара малды өсіру 71 азаматымыз, кондитерлік өнімдерді өндіру 10 азаматымыз, тігін шеберханасын ашу 16 азаматымыз, жылыжай өндірісін өндіру 5 азаматымыз, су салонын және шаштараз ашу 5 азаматымыз, шлакоблок құю шеберханасын ашу 2 азаматымыз, жиһаз шеберханасын ашу 2 азаматымыз, сүт өнімдерін өңдеу 9 азаматымыз, құс шаруашылығын дамыту 1 азаматымыз, нан өнімдерін өңдеу 1 азаматымыз, өзге де бизнес түрлері бойынша 5 азаматымыз өз кәсіптерін бастаған жағдайы бар. Жалпы қайтарымсыз грант иегерлері 70 миллионнан астам теңге қаржы алды. Сондай-ақ ауылымызда 29 жеке кәсіпкеріміз жалпы сомасы 119 миллионнан астам жеңілдетілген несие алып, бұл азаматтарда өз кәсіптерін бастаған жағдайы бар. Әлеуметтік сала бойынша тоқталып өтетін болсақ, 2020 жылы атаулы әлеуметтік көмекке ауыл округінен 910 отбасы өтініш берген болатын болса, соның ішінде учаскелік комиссияның қорытындысымен 53 отбасыға теріс қорытынды берілді. Ал қалған азаматтарымызға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып, атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған отбасыларға әлеуметтік соцпакеттер берілді. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен біз біргеміз акциясы аясында, сондай-ақ еліміз, ауылымыздың демеуші азаматтардың тарапынан ауыл округінде аз қамтамасыз етілген 671 отбасыға 10 миллионнан астам теңге көлемінде азық-түлікте жәрдем көрсетілді. Бұл бағытта да биылғы жылы демеушілер тарапынан жұмыстар өз жалғасын табатын болады. 2020 жылдың жыл басында облыс әкімі Өмірзақ Естайұлының бастамасымен қамқорлық жобасы қолға алынған болатын. Осы жоба аясында ауыл округінде 21 отбасы қамқорлыққа алынған болатын. Яғни осы 21 отбасыға жыл көлемінде 3,7 миллион теңге көлемінде азық-түлікте материалдық жәрдемдер көрсетілді. Тағы да бір айта кетерлік жағдайы, осы кезекте тұрған 2 азаматымыз қамқорлыққа алынған болатын. Жылдың нәтижесі бойынша осы кезекті ретімен қамқорлыққа алынған 2 азаматымызға коммуналдық үй берілді. Сондай-ақ қамқорлыққа алынған бір отбасыға демеушілер тарапынан үйін ағымдағы күрделі жөндеуден өткізуге қаржылай жәрдем көрсетілді. Сонымен қатар 2020 жылы көктем және күз мезгілдерінде аудан әкімі Төлеген Тұртайұлының арнайы бекіткен іс шара жоспарына сәйкес орталық көшені абаттандыру, көріктендіру жұмыстары жүргізілген болатын. Бұл бағытта арнайы аймақ, аумақ бекітіліп, бұл аймақтар арнайы штакетникпен қоршалып, бұл қоршалған аймаққа демеушілер тарапынан және де мекемелер тарапынан Крымская сосна, можжевельник, туя көшеттері егілді. Бұл егілген көшеттер осы бекітілген мекеме тарапынан қазіргі таңда қаралып, суару, баптау жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар 2020 жылы ақылы қоғамдық жұмысқа тартылған азаматтар есебінен ауылымыздың санитариялық тазалық жұмыстары жүргізіліп келді. Бұл бағыттағы жұмыстарымызда биылғы жылы өз жалғасын табатын болады. Яғни осы биылғы жылдың 1 ақпанынан бастап тағы да ақылы қоғамдық жұмысқа азаматтар алынуда. Міне осы азаматтар арқылы ауылымыздың санитариялық тазалықтарын қамтамасыз ететін боламыз. Құрметті Қазығұрт ауыл округінің тұрғындары, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар, осы сәтті пайдалана отырып,
сіздердің назарларыңызға салғым келеді. Ауылымызда көріктендіру, абаттандыру бағытында жұмыстар жүргізіліп келеді. Алайда ауылымыздың мынау белгілі себептерге байланысты орталықтағы малдарымыз, көшеде малдарымыз осы еккен екпелерді таптап, бұзып, сындырып жатқан жағдайлар өте жиі орын алады. Бұл бағытта аудандық ішкі істер бөлімімен бірлесе жалпы 103 азаматқа шара көрілген жағдайы бар. Сол себепті құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, құрметті Қазығұрт ауылы округінің тұрғындары, мына көріктендіру, абаттандыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға өздеріңіздің де қамқорлық жасауларыңызды сұранған болар едім. Жалпы ауыл жаңа жоғарыда айтып өткендей 2020 жылдың наурыз айынан бастап карантиндік режим енгізілді. Бұл карантиндік режим әлі де күшінде. Сол себепті сіздерден сұранған болар едім. Қоғамдық орындарда әлеуметтік қашықтықты сақтап, қорғаныш маскаларын киіп, яғни осы індетке бәріміз жұмыла күрескен жағдайда ғана бұл індетті жеңіп шығамыз деп ойлаймын. Жалпы осы қазіргі таңда Қазығұрт ауылы округінде мобильді топ жұмыс жасайды. Алайда қаншама бұқаралық ақпарат құралдарынан және де мобильдік топтың мүшелері тарапынан ескертулерге қарамастан көптеген кәсіпкерлік нысандарымыз әлде де той, жиындар және тағы да сондай көптеген іс-шараларды өткізу фактілері жиі орын алуда. Бұл бағытта 2020 жылы жалпы 122 мобильді топтың анықтауымен 122 тұлғаға шара қолданылды. Құрметті Қазығұрт ауылы округінің тұрғындары, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар, мен жалпы 2020 жылы атқарылған жұмыстар бойынша қысқаша баяндап біттім. Алдағы 2021 жылы атқарылатын жұмыстар бойынша аудан әкімі Төлеген Тұртайұлы сіздердің назарларыңызға ұсынатын болады. Рахмет. Құрметті Қазығұрт ауылы округінің тұрғындары, аудан орталығына біз әрине жылда ерекше мән беріп келеміз. Түрлі салада тиісті қаржыларды бөліп жатырмыз. Мына 2019 жылы Қазығұрт ауылы округіне 1 миллиард 200 миллион теңге қаржы бюджет инвестиция тартылған болатын болса, 2020 жылы 750 миллион теңге қаржы бөлінген екен. Осындай көлемде қаржылар биылда бөлінеді, тиісті жұмыстар атқарылып келеді. Себебі аудан орталығы ол біздің ауданымыздың бетке-беті, сондықтан да осыған ерекше мән беруіміз қажет. Ал енді аудан орталығында қандай жұмыстар биыл жылы атқарылатын жөнінде мен сіздерге қысқаша баяндап өтуге рұқсат етіңіздер. Аудан аумағындағы республикалық және облыстық маңызы бар жолдардың бәрі толығымен жөндеуден өтті. Қанағаттанарлық жағдайда. Ал енді аудандық ішкі көшелерге келетін болсақ, жалпы ұзындығы 130 шақырымды құрайды. Оның ішінде 116 шақырымы немесе 89,2% жақсы және қанағаттанарлық жағдайда жеткізіп отырмыз. Қалған 14 шақырымды біз қосымша осы алдағы жылы, келесі жылдары рет кезең-кезеңменен қалпына келтіретін боламыз. Ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша биыл жылы 8,5 миллион теңгеге Жібек жолы көшесіндегі номер 2 су қоймаға 25 тонналық су мұнарасын орнатуға, 24 миллион теңгеге Болашақ Мөлтек аудандағы су құбырын ауыстыруға, 56,9 миллион теңгеге Шоқан Уәлихан көшесіндегі су қойманы және диаметрі 273 мм негізгі су құбырының ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Биыл жылы Қазығұрт елді мекеніндегі ауыз су ұңғымасының құрылысына жобалық сметалық құжаттарын әзірлеу жұмыстары жоспарлануда. Электр бойынша 2021 жылы Ащыбұлақ елді мекеніндегі көшелерді электрмен жабдықтау құрылысына 109 миллион 500 мың теңге қаралды. Осы жұмыстар биыл басталып, пайдалануға берілетін болады. Қазығұрт елді мекеніндегі 17 көше Жібек жолы, Табыс, Қазына, Бегелдинов, Береке, Смайылов, Есіркепов, Ырыс, Телемұнара, Данияров, Байбек, Қайымбеков, Нариманов, Жібек жолы 2, Балуан Шолақ, Темірлан, Қажымхан екі көшелерін электрмен жабдықтау үшін 236,6 миллион теңгеге жобалық сметалық құжаттамалар әзірленді.
Осыны біз мынау жұмыспен қамтудың 20 жол картасы аясында ұсынып отырмыз қаржыландыруға. Білім саласы. 2019 жыл Кезеңбұлақ елді мекенінің жалпы 665 миллион теңгеге 200 орындық мектептің құрылыс жұмыстары басталған болатын білесіздер. Осы жұмыстар биыл аяқталып, мектеп пайдалануға беріледі. Сондай болашақ мөлтек ауданынан 300 орындық мектептің құрылысына тиісті жобалық сметалық құжаттамалар қорытындысы алынды. Оның құны 1 миллиард 275 миллион теңгені құрап отыр. Осы құрылыс жұмыстарын қаржыландыру үшін біз тапсырысты облыстық салалық басқармаға ұсындық. Мәдениет саласы бойынша осыдан 1-2 жыл біз көтерген болатынбыз. Осы мәселені мәдениет үйінің құрылысы жүргізу үшін тиісті құжаттарды әзірлеп аяқтадық. Сараптамадан қазір өткізіп отыр. Мәдениет үйі бітті. Енді мұражайдың да осындай құжаттарын әзірлеп отырмыз. Дайын болғаннан кейін біз оны қаржыландыруға тиісті басқармаға ұсынамыз. Тұрғын үй саласы бойынша Қазығұрт елді мекенінің 1 қабатты 2 пәтерлі 2 тұрғын үйдің құрылысына 57 миллион теңгеден әрқайсысы тиісті құжаттар дайындалды. Алдағы жылдар құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Сондай-ақ биыл Қазығұрт елді мекенінің 2 қабатты 10 пәтерлі 2 тұрғын үйдің құрылысына да жаңағы құрылысын әзірлеу үшін жобалық сметалық құжаттамалар дайындауға қаржылар бөлініп отыр. Бұл да биыл қаржылар құжаттар аяқталу керек. Ауыл шаруашылығы объектілері бойынша Қазығұрт елді мекенінің мал өлекселерін тастауға арналған биотермиялық шұңқырлардың құрылысына 2019 жылдың 31 желтоқсанында 14,8 миллион теңге жобалық сметалық құжаттамалардың қорытындысы алынып, облыстық салалық басқармаға қаржыландыру ұсынылды. Мынау өзекті мәселенің бірі полигон мәселесі. Осы тұрмыстық қалдықтар тастайтын полигонның құрылысына біз алдыңғы жылы 2018 жылы тиісті құжаттарын бәрін дайындап бітірдік. Осыны қаржыландыру үшін жұмыспен қамтудың жол картасы аясында ұсынып отырмыз. Қолдау тауып отыр. Биыл жыл жұмыстар басталу керек. Қазіргі таңда осы биылғы бюджет нақтылау осы аудан орталығына жұмсалатын қаржы көлемі әзірше 252 миллион теңге құрап отыр. Әрине жыл барысында бұл нақтыланатын болады, қосымша қаржылар бөлініп отырады. Енді басқа да өзекті мәселелер бойынша, туындаған сұрақтар бойынша біз сіздермен сұрақ жауаптарға көшсек. Қазығұрт ауыл округінде жиналған қауым сұрақтарыңыздың зум арқылы тікелей қоя берсеңіздер болады. Біз сіздерді тыңдап отырмыз, естіп отырмыз. Сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Assalamualaikum құрметті ауданымыздың әкімі Төлеген Телғарұлы және Қазығұрт ауылы округінің әкімі Қайрат Базарбайұлы. Сіздердің есеп мерзімі кезіндегі атқарған жұмыстарыңызды зор жиынмен ықылас беріп тыңдадық. Өте үлкен шаралар атқарылған, істер атқарылған. Оның барлығы біз үшін күнделікті көріп жүрген, куәсі болып жүрген жұмыстар болғандықтан, онымыз өте аудан халқы, Қазығұрт елінің адамдары бізде өте ел аудан орталығының Қазығұрт елімен көркеюі бәрімізге мақтаныш сезімге болды. Өйткені Қазығұрт деген аты киелі атына сай болып, аудан орталығының көркеюі бәріміз үшін үлкен зор қуаныш мәртебе. Өйткені бұл тау жолының торағы дегендей, түрлі жақтардан қонақтар келеді, түрлі жақтан депутаттар келеді, соның алдында еліміздің көркейіп, ауданымыз көркейіп жатқанымыз үшін үлкен мәртебе. Ал енді мынау жұмыстар өте үлкен істелген, бәрі сапалы түрде,
сондықтан мына сіздердің баяндамаларыңызды мен зор ықылас тыңдай отырып, ауыл әкімінің және өзіңіздің аудан әкімінің істеген жұмыстарыңызға қанағат артып деген баға береді. Және алдағы уақытта үлкен жұмыстар атқарып деп сенімдімін. Сөйтіп отырып, менде бір сұрағым бар еді. Кеземұлақ, Қазығұрт ауыл округіне қарасты Кеземұлақ елді мекенінің бұрынғы 127-ші МК-ның ғимаратының жанынан су шығарылған болатын. Сол шығарылып халыққа ауыз су берілген болатын. Бірақ сол ауыз су өте кермек болып, әзірге дейін халықтар одан ішпестен жаз бойы каналдың суынан тасып ішуде. Сондықтан сол суды тұщыландыру бағытында қандай жұмыстар атқарылатындығы туралы мен білсем. Рахмет тыңдағаныңызға. Алдағы жұмыстарды сәттілік тілеймін. Рахмет сұрағыңызға. Бұл жөнінде біз хабарымыз бар. Сондықтан да осы мәселені шешу үшін ақылдаса отырып, мынандай келісімге келіп отырмыз. Биылғы жыл нақтылау барысында, осы 1-90 нақтылау барысында біз сол жаңағы су құбырына су тазартқыш қондырғысын қою үшін, мембрана қою үшін тиісті қаржыларды бөліп береміз. Сөйтіп осы биыл осы жұмыстарды атқарып аяқтап береміз. Мембрананы ауыстыруымыз керек, мембрана орнатуымыз керек. Мембрананың құны орта есеппен 25-30 миллион теңгені құрайды екен. Тиісті қаржылар бөлінеді, сөйтіп жұмыстар істеп беретін боламыз. Түсінікті ғой, Құрметті Қазығұрт ауыл тұрғындары, бүгін күні аудан әкімі Төлепбекұлының есебіменен ауыл әкімі Қайрат Базарбайұлының есебін тыңдадық. Сонымен қатар осы ауылдың тұрғыны ретінде жыл басынан бері болып жатқан жұмыстардың бәрі хабарымыз бар, көзбен көріп жүрміз. Атқарылған жұмыстың барлығын есебін газет беттерінен оқыдық, елдің арасында жүрген талқылап та жүрдік. Сонымен қатар былтырғы жылы, яғни биылғы жалғасып келе жатқан үлкен бір жалпы дүние жүзіне түскен үлкен аурудың кезеңі біз бәрімізге еліміз үлкен өзінің қиыншылығын тудырды. Әсіресе осы аудан халқының денсаулығына байланысты атқарғанына, профилактикалық жұмыстарымызға, тәртіпті қадағалауда біз деген жоспар бойынша атқарған жұмыстарымызды өте қанағаттанып деп есептеп отырмыз. Дегенмен қиыншылықтар болды, ауыр жағдайда болды. Дегенмен ел болып бірге болса қарсы тұра білгенде сіздердің өздеріңіздің ұйымдастырушылық жұмыстарыңызбенен тікелей тәртіпке көңіл бөлгендеріңізге үлкен біз рахметімізді айтып отырмыз. Сонымен қатар атқарған жұмыстарыңызға, құрметті Төлеген Тұртаев, сіздің атқарған жұмысыңызға, ауыл әкімінің Қайрат Базарбайұлының үлкен қанағаттың сезіммен қабылдап отырмыз. Жұмыстарыңызға жалпы ел ықыласы дұрыс, қанағаттанып есептеп отыр. Алдағы жұмыстарыңызға да үлкен табыс тілеймін. Сонымен қатарына бүгінгі осы елдің азаматы ретінде және осы қазір зейнеткер болған екен, өзіміз осы кішкентайымыз осы ауылда өскендіктен бүгінгі таңда мына әсіресе халқымыз жаңа өзіңіз бәріміз біліп отқанда 26 мыңнан көбейіп отырмыз. Табиғи өсіміміз де жақсы, Аллаға шүкіршілік етеміз. Бүгінгі таңда халықтың ең бірден бір мәселесі бұл баспана. Осы мәселені шешудің жолдарын қарастыру керек деп елбасымыз саясаттың басты несі халыққа тұрмыс жағдайын жақсартудың бірі деп отыр. Баспананы қамтамасыз етудің ең басты мәселесі жеке секторды қатты қолдау. Міне осы мәселе жөнінде сұрағым бар еді. Міне біздің қазір Қазығұрт ауыл әкімшілігінің бойында тұрғындарына 2006 жылдан бері келе жатқан жер берілмей жатыр. Бүгінгі таңда 7 мыңнан асып қалды. Былай қарасаңыз, 2006-да кешегі туылған баламыз 15 жасқа келіп қалды. Үлкен азамат. Құда қаласа 1-2 жылда оларға да отбасы болып тұрғын үй мәселесі керек болып қалады. Осы мәселе жөнінде енді өз басы-қасында жүргендіктен білеміз. Шарболақ әкімшілігінен 27 қожалықтың 1000 гектар жерін алып, ауданның бас жоспарына кіргізгенбіз. Осы мәселені қазір 15 жылдан бері шешім таппай келген жағдай бар. Бас жоспарға кіргенімізге де 10 жыл болып қалды. Осы төңіректе 1000 гектар жерден осы енді бәрін бірде бермесек те өзінің кезең беретін уақыт болар. Соған осы жылы бір әрекет жасап, алғашқы жерлер биылғы жыл 21 жылға беруге мүмкіндік жасасаңыздар.
Рахмет, мына еліміз, жұртымыз аман болсын, деніміз сау болсын. Барлық сәттіліктер тілейміз. Рахмет. Сұрағыңыз өте орынды. Шынында да тұрғын үй мәселесі өте өзекті мәселе. Әсіресе аудан орталығында кезекте тұрған азаматтардың да саны аз емес. Дұрыс айтасыз, жаңағы бас жоспарға сәйкес біз мынау жолдың арғы бетіндегі шығыс мөлтек ауданынан 1000 гектар жер белгілегенбіз. Бірінші кезеңде сол шығыс мөлтек ауданның 250 гектарына инфрақұрылым тарту бойынша тиісті құжаттарды әзірлегенбіз, дайындағанбыз. Сол құжаттардың дұрыс болмауына байланысты қайта қайтарып, біз оны қайттан жөнделткізуге ұсындық. Мінекей сол құжаттарымызды енді рәсімдеп, аяқтап бітіріп жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, жерді бермес бұрын бірінші инфрақұрылым тартып беруіміз керек. Жарығын, суын, газын айтпағанда осы бірінші кезекте суы менен жарығын тартып беруіміз керек. Сондықтан осы құжаттардың бәрін біз әзірлеп біттік, қазір сараптамасын алып жатырмыз. Енді қаржыландыруға ұсынатын боламыз. Биыл жер учаскелерін береміз деп мен қазір уәде бере алмаймын, себебі бірінші кезекте біз инфрақұрылым тартып беру керекпіз. Инфрақұрылым тартылғаннан бастап, сол сәттен бастап жер учаскелері беріледі. Рахмет. Сіздердің мынау биылғы мынау 2020 жылы атқарған жұмыстарыңызды зейін қойып тыңдадық. Сол атқарған жұмыстарыңыздың барлығына қанағаттанарлық деп баға береміз. Ал осындай жерде біздің қазақта елін мақтаған ел еңбегімен елге танылады дейді ғой. Сіздердің еңбектеріңіздің, сіздердің ұйымдастырушылық қабілеттеріңіздің жоғары арқасында елім дейтін ел екендіктеріңізді өздеріңіз дәлелдедіңіздер. Мына аудан көлеміндегі атқарған жұмыстардың бәрін тыңдай отырып, біз көңілімізге жаңағы жылулық ұялады. Осындай азаматтарымыз бар екен елім дейтін, еліне осындай еңбек етіп жатыр деп қуанып отырмыз. Мен әжелер алқасының төрайымы болғандықтан осы ауыл округінің ананың тілегі баланың еңбегін алға басуына, қызметке деген құштарлығының артуына әсер етеді ғой. Төлеген Тұрпайұлы, сіздің жаныңызда тұрған ауыл әкімі Қайрат Базарбайұлы туралы бір жыл сөз айтқым келіп тұр. Ұлылардың бәрі ұстаздарынан озып шыққандар дейді ғой. Осы мына Қайраттың сән-салтанаты, әдемі сөзі, биязылығы, елмен араласуы, елге қызмет етуі көңілге бір жақсы шуақ ұялатады. Соның барлығын кадрды дайындап, соларға жаңа бағыт-бағдар беріп отырған сіздің арқаңыз деп есептеймін. Әзіргі берген есептеріңіздің барлығына тек қана қанағаттанарлық деген баға беріп, алдағы уақытта да біздің ауданымыздың көркеюіне еңбек етеді деп сенеміз. Сіздерге осындай азаматтарымыз бар екен деп қуанып отырмын. Ендігі айтатын сұрағым, мына біздің Қазығұрт ауыл округінде Айша Бибі көшесі бар, больницаның жанында. Сол жағында қоқыс полигоны бар, сол толып, мүмкіндігінше толып қалып, соны енді қашан көшіресіздер? Рахмет. Рахмет жылы лебіздеріңізге. Жаңа мұнау сұрағыңызға байланысты мен бағана баяндамамда айтып кеттім. Полигонды біз биыл жаңа полигонның құрылысы басталады деп жоспарлап отырмыз. Және бұл полигондар тек осы Қазығұрт елді мекенде емес, аудан аумағында тағы бір 2-3 елді мекенде осындай полигон құрылысы басталады биыл. Жаңа айттым ғой, жұмыспен қамту жол картасы аясында қаржыландыруға ұсындық, қолдау тауып отыр. Құрылыс жұмыстары биыл басталу қажет. Түсінікті ғой, жазбаша сұрақтар жоқ па?
сөз кезегі аудандық мәслихаттың хатшысы Көпеев Өрісбай Бұқарұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Қазығұрт ауыл округі тұрғындары, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар. Қазір ғана сіздермен біз 2020 жылы ауыл әкімі Қайрат Базарбайұлының және аудан әкімі Төлеген Тұртайұлының атқарған жұмыстары туралы есебін тыңдадық. Енді бүгін барлық ауыл округтеріндегі есептердің барлығы ең соңғысы, ауыл округтердің 13 округтың барлығының есебінде қатысып отырдым. Жалпы аудан аумағын көлемінде атқарылған жұмыстар өте көп. Соның ішінде әрбір ауыл округтерінде атқарған жұмыстары қомақты. Ал енді аудан орталығы Қазығұрт елді мекенде атқарылған жұмыстар ерекше. Неге? Себебі бұл жерде біріншіден халықтың ең көп шоғырланған елді мекен, екіншіден аудан орталығы. Сондықтан бұл жерде көптеген жұмыстар атқарылды, абаттандыру жұмыстары атқарылды. Оны барлықтарыңыз өздеріңіз көрдіңіздер. Мынау Қазығұртқа солтүстік бағыттан, Шымкент бағытынан келетін жолда, мынау шығыс жағымыздан келетін Тұрбат елді мекеннен келетін жол. Одан кейін Қазығұртқа Сарыағаш жақтан кіретін 3 бағыт, 3 қақпа бар. Осы жақтың қай жағынан кірсеңіз де қазір елді мекен жақсы тәртіпке келіп қалған. Әрине, барлық проблема шешіліп тасталған жоқ қой. Жаңа айттық, басқа ауыл округтеріне қарағанда ауыл округіне, Қазығұрт ауыл округіне бөлінген қаражаттың көлемінде үлкен. Бұл жерде 90%-ға жуық жолдар асфальтталды. Соңғы 4 жылдың ішінде біздің көп көшелеріміз, 102-ден астам көше бар. Сол көшелердің басым көпшілігіне асфальт жол салынды. Газ тартылды. Мынау электр бағаналарын ауыстыру жөнінде жұмыстар басталып жатыр. Жаңа осында сұрақ қойған азаматтар өте орынды мәселе көтеріп отыр. Енді жер, іргелік жерді кезекте тұрған азаматтардың көбеюі, жаңағы суды тазалау, таза су беру жөнінде, және мынау қоқыс полигондар жөнінде де айтып жатыр. Бұның барлығы өзі жоспарланған жұмыс ретімен келе жатыр. Мен енді мәслихат хатшысы ретінде осында маған аудан тұрғындары көп келіп өздерінің ұсыныстарын айтып жатады. Мынау сондай мәселелердің бірі, мынау Кезеңбұлақ елді мекенінің ортасынан өтіп жатқан үлкен Келес каналының екі жағындағы қоршаудың болмауы, соның салдарынан көптеген жаңағы малдың суға түсіп кетуі, мал енді мейлі, адамдардың соңында түсіп сондай бір қайғылы жағдайлардың орын алғаны айтылды. Бұл жөнінде біз аудандық мәслихат аудан әкіміне осы мәселені жеткізіп, тұрғындардың өтінішін айттық. Су шаруашылық осы облыстық басқармасына хатпен шықтық, жеке бастығына барып мәселе көтердік. Уәде берген, міне осы биылғы жылы тағы да қолға алынатын болатын шығар. Енді және тағы бір ұсыныс айтып жатыр азаматтар, осы каналдың суын біз ауылдағы осы Қазығұрт елді мекенде ағын су ретінде пайдалансақ деген ұсыныстарды айтылып жатыр. Бұл ұсыныстарды біз атқарушы билікпен аудан әкімінің орынбасарымен осы талқылап отырмыз, ұсыныстарымызды жеткіземіз. Алдағы уақытта осындай мәселелер де шешілетін болады. Ал енді соңғы 4 жылдың ішінде Қазығұрт ауданның орталық ретінде танымастай болып өзгерді. Оның барлығы өзіміздің көз алдымызда болып жатыр. Өзіміз қатысып жатырмыз сол жұмыстарға. Осындағы ел ағалары мен ардагерлер кеңесі, жаңағы әжелер ұйымы барлығы бірлесіп, осы елдің өсіп өркендеуіне өзінің үлестерін қосып жатыр. Жаңа ерекше бір айтып кеттіңіздер тағы да. Әрине бұл әрине көп уақытқа шейін ұмытылмайтын оқиға, сондай бір нәубет болды. Бұл бүкіл әлем осы басынан кешіп жатқан жағдай. Сондай қиын жағдайда біздің әжелерімізде қарап отырмастан осы қолдарынан келгенше көмек жасап, маска тігіп, осы елдің ішінде таратып жатқан жағдайлар болды. Ардагерлеріміз жаңағы карантин талаптарын түсіндіруде үлкен жұмыстар жасады. Бұның барлығы бірлікпен ынтымаққа келген жағдай ғой деп ойлаймын. Біз біргеміз, акцияның өзі, біргеміз деген сөздің өзі, барлық қандай қиындық туындаса да
осындай бірліктің ынтымақтың арқасында шешіледі деп ойлаймын. Сондықтан мынау жаңа лебіздерін білдірген азаматтар, ауыл әкіміне, аудан әкіміне, мен де осы трибунаны пайдаланып, осы елдің атынан үлкен алғыс айтқым келеді бұл азаматтарға. Себебі ауданда атқарған жұмыстардың көпшілігінің басы қасында жүрдім. Көп жұмыстарына аудан әкімі бастамашылық жасап, көп жұмыстарды атқардық. Оның бәрін қазір тізіп жатудың қажеті жоқ шығар, себебі елдің көз алдында болған оқиғалар. Сондықтан құрметті жерлестер, құрметті мұны әлеуметтік желі пайдаланушылар, мен осы елдің атынан айтсам артық болмайды ғой деп ойлаймын. Қазығұрт ауыл округі әкімі Қайрат Базарбайұлының және аудан әкімі Төлеген Тұртайұлының атқарған жұмыстары алғыс айта отырып қанағаттанарлық деген баға беремін. Рахмет. Жазбаша сұрақ Бақытжан Меңлібек қойып отыр. Кірістер басқармасының алдындағы Тұтқабаев көшесі қашан жөнделеді дейді. Бірталай жылдан бері жаман болып жатыр, жөндеу көрмей дейді. Бұл көше өткен жылы ямочный ремонттан өткен деп отыр маған қазір бөлім басшысы. Биыл мынау нақтылау барысында, 1-90 нақтылау барысында құжаттардың бәрін дайын деп отыр. Егер де құжаттар дайын болса, 1-90-да бюджетке ұсынамыз, сөйтіп биыл жөндеуден өткізетін боламыз. Құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар, құрметті Қазығұрт ауыл округінің тұрғындар, мына сәт пайдаланып айта салайын. Тағы да біз ертең менің қорытынды есебім сағат 11-де соғанда қатысып, қосымша қойылатын сұрақтар болатын болса, мүмкіншіліктеріңіз бар. Егер де басқа сұрақтар болмаса, осымен тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.